Менің есімім Майдана, Атырау қаласынан боламын, жасым 18-де. Мен кішкентай кезімнен аспанға ұшуды армандадым. Сондықтан да ол арманды мен басында ойладым, жүзеге аспайды деп. Қазір бізде елімізде мүмкіндік өте көп. Мысалы, әлеуметтік волонтер болдым, онда мен әлеуметтік проблемаларды көріп, өзімді болашақта жақсы маман болатындай шыңдадым десем де болады. Мен ЮНИСАТ бағдарламасын әлеуметтік желілер арқылы білдім, және де білгенде өте қатты қуанышты болдым. Біздің елімізде осындай ауқымы кең бағдарлама болғанына. Бұл бағдарламаның мақсаты наноспутниктерді құрастыру болғандықтан, дәл қазіргі сәтте мен наноспутниктердің 3D модель деп жатырмын, және де эскиздарын сызып жатырмын. Бұл эскиздарды сызу FreeCAD бағдарламасы арқылы жүзеге асуда. Наноспутниктер дегеніміз бұл жалпы көлемі 10 килограммнан аспайтын жердің спутнигін айтамыз. Олар бізге жердегі мәліметтерді жинайды. Бұл бағдарлама арқылы мен халықаралық достарымның ішінен жан-жақты ойлай алатын, өте сондай ақылды, интеллектуалды қыздармен таныстым. Солармен пікір алмасып, өзімнің білімімді жетілдіре түстім. Мен өте керемет сезімде болдым. Мен кішкентай кезімнен аспанға ұшуды армандайтын едім. Қазір сол арманыма қол жеткізіп отырмын, яғни спутникті ұшыру арқылы. Ол тек қана өзім үшін емес, мен бүкіл қыздар болып, біз еліміздің ғылымға үлес қосқанымызға, еліміздің дамуына үлес қосқанымызға өте өзімізбен мақтанамыз. Менің сіздерге ең бастысы айтар кеңесім, ізденіңіздер, еңбектеніңіздер, армандаңыздар және соған қол жеткізіңіздер деп айтқым келеді.